жылайды екен, бірақ турецкийға жылайды екенбіз. Басқасы жоқ па? Сіз мазақ қылып отырсыз ба мені? Зарина айтқандай таныстық тоқтай ма, жалғаса ма? Сәлден кейін қосылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Зарина ортада. Зарина, енді Тәуіржан қалай? Сөйлесу болды ма жалпы? Жақсы деп ойлаймын, егер келіп жатса. Келген келмегенін де білмейсіз. Шақырып алайық па? Шақырайық. Жақсы, Тәуіржан, келіңіз. Сәлеметсіз, Тәуіржан, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Алпы одан кейін кездесу болып беді? Кеше болғанда, кеше ғана кездестік қой біз. Жоқ, кездесуге бару емес, яғни шыққаннан кейін сөйлестіңіздер ме? Оны сөйлестік. Оңаша сөйлестіңіздер ме? Шығып кездесуге бардыңыздар ма деп сұрап жатырмын. Кездесуге бармадық. Мен айттым, сіз неге тырысып қалдыңыз деп жаздым. Именно осы уақытқа дейін мен Гүлдерде обычно мен заказ беретін едім да, и алып кеп, бере салатын тұғым. Енді от души бересің ғой. Бірақ кешегі Гүлді прям өзім ертерек тұрып, мен андай дәу голландский бір нәрсе деген роза емес, прям өзім кішкентай бір пикми дейді, сондай бір роза алдым да, кәдімгі 50 сантиметрлік. Соның бәрін өзім жинадым еще, короче. И сосын жинап, скотч тағып, қасымда флорист болды, енді 60% мен істедім, мен 65%. Бәрі қазір процентке теңейтін болып кетті. Сөйтіп қалған 35-ін көмектесті. Қосса 100 болды, сөйтіп 100%-тықтан да кішкентай пикми гүл болды. Сосын ораймыз ба деді, жоқ, бүйтіп өзім орағым келеді деп сөйтіп оны орап әкеліп тұрсам, дейді, отырды да бір кісілер шығып кетті, короче. Сосын ой деген деп ойладым. Енді кейбіреулер уже жаза бастады, енді бізде қолдаушылар деп айтатын болдық қой. Бізде де қолдаушылар бар, сіз неге үйтесіз, сіз неге мазақ қыласыз деп маған десе бастады. Сосын мен на самом деле давайте әнді ауыстырайық деп, енді бұл кісі біледі, кішкене любой нәрсені юмор жағынан алып келемін, әдемілеп, или там алыстан, что-то грустишь емес, басқа музыка қойшы деген сияқты сөйтіп көңілін көтерейін. Көңілін аулағыңыз келді. Маған мазақ қылып тұрсың ба деді, шығып кетті, короче. Сосын түсінбей қалдым. Сосын сұрадым, неге үйттіңіз дедім. Сосын ол саған маңызды ма деген әңгімелер кетті, короче. Сосын мен айттым, енді сұрап жатсам, значит, маңызды болып тұр ғой дедім. Сосын бұл кісі ары қарай өзіңіз айта саласыз ба? Кеп қалған сияқты, сіз айтатын уақытқа. Бауырса ханым, кеше негізі кешегі күнім менің полностью эмоцияға толы күн болды. Таң ертеңнен ініме ренжіп, орыс жаққа келіп, кейбір қызметкерлермен, кейбір қатысушылармен ренжісіп, сондай күн болды. Сонымен орындықта отырған кезімде мына жерде бір жігіт айтты ғой, мына жерде үміткер болып келген, маған Зарина кел деп айтқан деп. Сол бір нәрсе менің ішімде тұрып қалды ше, көңіл күйімді де түсірді. Жала жабу тағы да басталды ма деген сияқты ше. Еще ол жігіт айтты ғой, бір құдай ақы деп тұрып айтты ғой, Зарина кел деп айтты деген соң, мен бір масайып қалатын адам емеспін, есім жоғалтатын адам емеспін, қай уақытта мен оған жазғам деп соны ойланып, бір ашуланып отырдым да. Еще Тәуіржан сол моментте бізде енді мына жақта сұрай береді ғой, көп жұптыққа деген сияқты. Мен де сол нәрсеге бір ойыммен ойланып кеткем ғой, не үшін бұндай нәрсе болмайды деген сияқты. И жаңа әзілдеп енді көңілімді көтергісі келген екен, бірақ мен оны мазақ деп көріп қалдым. Шынымен де мазақтап отқан сияқты болып көрінді. Лучше үндемей-ақ қою керек пе, немесе тыныштық па деген сияқты. Или күте тұру керек пе, сіз жылап тағанса болған. Вообще күте салу керек пе деп сол ойладым да. Бірақ енді бұл өз натурасы сондай ғой. Сондай жағдай болып қалса. Отырайық онда. Бірақ Зарина бүгін көңіл күй жақсы, орнына түсті. Себебі кеше сол эфирден шыққаннан кейін мына жерде көк диванда отырып тағы да бір сөйлестік. Ол кезде де бір Тәуіржан тағы да әңгімеге тартты да, енді мен көзім көрмейді ғой, бір қатты ашуланып тұрдым. Сонымен кешке жақын бір киноның предпоказына бардық. Содан енді бір мағыналы кино екенше, бір ойың бір жақсы жаққа өзгеретінше, сол киноны көріп болғаннан кейін Тәуіржан жазды, сол жақта отырған кезде, енді ішіне қатты сет ұстамағаннан кейін, ашуыңыз басылды ма деген сияқты жазып жібердім. Маңызды ма деп, менде әлі андай болып тұр ғой, ішімде жібермей тұр бір. Қалып тұр ғой кішкене, остаток. Сонымен енді мен осындай гүлді өзім жинаған едім негізі.
өзім ұйымдастырған едім сол букетті деген сияқты айтқан кезде бір көңілім бір елжіреп кетті да. Не үшін мен соншалықты қатты болып кеттім деген сияқты. Содан сторисқа салып жібердіңіз. Риза болып. Бәрі сұрады өйткені көп адам енді оқырмандар жазып жатыр ғой, маған жазылған адамдар жекемен жазып жатыр. Гүлді алдыңыз ба, гүл қайда деген сияқты. Сонымен енді бір жауап болсын деген мақсатта гүлді алғанымды, оны бір лақтырып кеткен емес, просто осы жерде ашуланып шығып кеткеннен кейін осы жерде тұрды ғой енді. Сонымен бірақ қайтарда алып қайттым деген сияқты. Сонымен Тәуіржанға осылай жаздым мен. Кішкене кеше күнім осындай болды. Әйтпесе Тәуіржан білет, мен кішкене мазамда болмай тұрғанын, дәрі де әкеп берген болатын кеше эфирге дейін. Беріп жіберіп ше, дәріні осыны алып кеп беріңізші десем, беріп жіберіп солай болды да. Ол жағына барлығына көп рахмет. Мен сол бір нәрселерді не үшін байқамағам, не үшін минус іздей бергем деген сияқты өзімнен болды. Бірақ енді шынымен де сол моментте маған мазақтап отырған сияқты көрінген да. Енді маған ғана емес, біраз адам жазған ғой, шынымен де мазақтап отырған сияқты көрінді бізге деген сияқты. Сондай заттарды тоже мен де оқып қалдым. Енді былай ғой, негізі жалпы өздеріңіз түсіндіңіздер ма? Араларыңызда қандай мәселе? Не нәрсеге тіл табыса алмай жатсыздар? Не біздің қателігіміз қайсысы? Қарым-қатынаспен жұмыс деген сөйлесу, не нәрсені қателесіп тұрмыз, неден түсінбейміз бір-бірімізді деген сияқты сөйлесу болды ма? Түсіндіңіздер ма? Мүмкін әркім өзі ойланған шығар. Екеуміздің де тарапымызда не ұнайды, не ұнамайды сол нәрселерді айттық та. Түсінгендей болдық негізі. Не түсіндіңіздер, айтсаңыздар? Ең бастысы менің түсініп отырғаным негізі кеше енді қыз баласы эмоцияға толы жүреміз ғой. Сол бір эмоциямен шығып кеткен, эмоциямен болған реніш сияқты деп ойлап отырмын. Ал ұрыстың жаңағы сіздердің келіспеушіліктеріңіздің басталған жері сіздің айтқаныңыз. Яғни барлық осыған дейінгі жасап жатқан дүниені сен өзің шын көңіліңнен, өзіңнің идеяңмен жасап жатсың ба дегендей өзіңіз ойланған шығарсыз. Оған әлде сол ойдасыз ба? 100% деп айта алмаймын енді, бірақ өзінің айтуынша Тәуіржанның сөзіне сенетін болсам, оның барлығын өзінің қалауымен, өзінің жүрек қалауымен, өзінің идеясымен жасап жатыр екен. Енді мен оған не деп жаман нәрсе айтамын? Егер қаламаса, бұл жігітте кеше мысалы барлығын қолын бір сілтеп кетіп қалар ма еді деген сияқты ой ғой. Значит, екі тараптан да бұл нәрсе маңызды болып тұр, екі тарапқа да салмағы бар таныстық болып тұр. Сондықтан ол нәрсеге немқұрайлы қарауға болмайды деп түсіндім. Қуанып отырмыз, екі тараптан да салмағы бар таныстық болып жатқанына. Тәуіржан? Енді біздікі сандай, именно біздің қарым-қатынас сандай бір акция сияқты отқан сияқты. Топ құлайды, то өседі, короче, бүйтіп болады. Андай, когда уже какое-то определенное время бүйтіп, уже бүйтіп тұрақталады ғой, бүйтіп. Мысалы, бізде қазір бүйтіп барады, и бүйтіп резко қайтып түсіп, қайтып бір нәрсе болып сондай болады. Когда уже бір определенный уақытта уже нормально болып бастаған кезде, мен уже айта алатын едім, типа, вот, сейчас вообще классно деп. А мен типа ақиқатқа тура қараймын да, как есть. Поэтому, короче, каждый раз бір нәрсе болған сайын мен новый нәрсе біліп жатырмын ғой, былайша айтқанда. Жоқ, дұрыс қой, енді сіздердің таныс болғандарыңызға бір айдан асты ма? Енді жаңа дүниелерді бір-бірлеріңіз жайлы білу дегеннің барлығы енді қалыпты жағдай, және де үнемі қалыпты болу, менің ойымша, ол ара-қатынаста мүмкін емес сияқты. Өздерін жиі дамытып отырған жандарда ол болып тұрады. Кейде келіспеушілік дегенде, иә, Алишер? Иә, ассалаумалейкум, Тәуіржан. Уағалейкум. Бүгін қалай нормально киініп отырмын ба? Бүгін, иә, айдан деп сөйлеуге болады. Бүгін жақсы болып тұр. Рахмет. Енді Заринаға сұрағым келіп тұр. Енді жалпы біздің Қосылайықта парақшамызда, ресми парақшада бір история салыныпты. Енді бізде жайдан жай бірдеңе салынбайды, Балауса ханым ше. Сол историяда Зарина мен Елдар екеуінің бүйтіп сөйлесіп отқан бір момент салып қойыпты енді. Соны мен де түсінген жоқ мен не екенін. Енді ол нәрсені Тәуіржан көрді ме, көрмеді ме білмеймін. Соны Заринадан сұрағымыз келіп отыр. Елдар екеуінен не әңгіме болды, қалай, не үшін деп, енді оның нәрсені бір жайдан жай салмады ау деп ойлап тұрмыз енді негізі. Бүгін Елдар хит дейсің ғой. Негізі Елдармен мен өзім қатты жақын сөйлеспеппін. Кеше жаңа отырып қалған кезде бір енді жаңа қатысушы ғой. Жаңа қатысушы болған соң бірдеңкелер білмейді, түсінбейді, сондай моменттерді айтып сұрап отырғаны бар. И мен айтып беріп түсіндіріп отырдым. А так бізде бір шынымды айтсам, только айтады ғой, бір бауыр ретінде ғана сөйлесу бар екен. Бір ондай особо бір-біріміз қатты жақсы да танымаймыз. Сол моментте қасыма отырып қалды, болды. Айтпесе, мен жаңа пікір айтып отырмын ғой, айда екеуін қосып деген сияқты. Енді мен бір нәрсе айтайыншы, менің қолымда дәл қазір екі саусақ, значит мен екі нәрсе, екі әңгіме айтқым келіп тұр, бірақ екеуі де бір-біріне вообще ұқсамайды. Вот, қараңыз, былай. Біріншісі, кеше бір жас бала келді ғой, аты кім еді? Кімге? Білмеймін. Батыр Баян, Заринаға жайлы айтқан. В общем, сол бала тұрды да, маған айтты, Зарина мені шақырды, анау мынау деген әңгімелер айтты. Сосын Зарина кеше уже нормально бүйтіп, нормально тоңға қарай өттік қой.
сосын уже кішкене настроениесі нормальный болғаннан кейін маған бүйтіп скрин жасады да жіберді. Сөйтсем ана жерде кішкене вообще басқаша әңгіме болып тұр екен да. И мен түсінбедім сонда, типа ана бала кеше құдай ақы анау мынау деп айтты да, типа громкие слова. И типа бүйтіп мен ойлап қоямын, типа сонда сөйтіп айта беруге бола ма деймін. А мен фактты көрдім, типа скриндердің бәрін жүріп бір 13 скрин ба, короче, полный жазған бәрін анам. Сөйтсем ол жерде типа келсеңіз болады дегенге келтірген ғой енді бұл кісі. Сөйтсе ана кісі кішкене басқа нәрселер жазған да. И сосын ойлап қоямын, а оның айтуы бойынша ана жерде типа маған мен Зарина шақырды, анау мынау деген сияқты әңгімелер айтты да кеше. Сосын мен де соны ойладым да, бірақ мен оған сенбедім. Поэтому мен кірген кезде уже типа нормальный настроймен кірдім да, бірақ Заринаның уже сол нәрселер уже қалып тұрғанын сезіп, кішкене настроениесін көтерейін дегенмін, наоборот кетіп қалды, короче. Поэтому кешегі жігітке айтарым, кішкене суайттау болып тұр екен, короче. Балауса ханым себебі өзі маған сондай саған барсам деп көп рет жазған екен да. Мен о баланы бір әзілдеп тұр, жас бала ғой деп қарағам ғой. Сөйтіп таңсығыңыз қашан тоқтайды дегенде мен Алланың бұйырғанын көреміз деп солай 4 сөз жазып жібергем да, бұйыртқанын көреміз ғой деп. Бірақ кел деген сөз мүлде болмаған. Мен отмена жасамағам. Егер ол скриндап алса, ол шығарсын. Сонымен Қосылайықтың енді рилстар шығады бізге. Соның астына Зарина мені шақырды деген текстпен постер ғой енді. Соған мен астына комментарий жазып жібердім да, скриндардың барлығын сторисіме салып жіберейін ба деген. Ана жігіт қатты қорқытау, жекемен шығып кешірім сұрап, мен айтқым келмеді, Айсұлу шығарып жерді, ол нәрсені айтпауым керек еді деген сияқты маған солай жазды. 3 сөз жазды. Мен кешірім қабылдаймын деп те айтқан жоқпын. Просто көңілімде қатты тұрып қалды. Жақындарымның барлығы енді қасымдағы адамдарға айттым, сөйтсем бәрі салсай сторисіңа салсай деді да. Енді бірақ қойшы деп қоя салғым келді. Ол адамға бір сторисін арнамай қояйын деген сияқты болдым да. Бірақ Таужанға жібердім. Главное, осы кісі білсе болды депше. Бірақ маған сол құдай ақы деп айтқан сөзі жүрегіме қатты тиіп кетті деп соны айттым. Еще бұл андай эфирға келіп көрсетейін ба деп қойып сөйтіп сөйлеп жатыр да. Кеше андай бүйтіп мысқылдап мен бүйтіп қарадым да. Явно ана жігіттен бар ау деп ойладым. Типа суайттау сияқты кішкене жастау ма деп ойладым. Қарасам сообщениеда вообще мүлдем басқа информация. Демек өтірік болып шықты, тіпті дәлел де бар, скрин де бар деп жатсыз. Иә. Ал екінші әңгіме? Қазір бір нәрсе айтқысы келіп тұрған сияқты. Иә, айтып жіберіңіз. Қош келдің, Гожан. Қош көрдік. Гожан, мен просто андай да, эфирді бұрыннан қарап жүрмін ғой же. Просто сен әлі жұп болуға да, үйленуге де дайын емес сияқтысың. Хорошо, мен де саған бір нәрсе айтамын, сол екінші сен едің ғой, дос. Сәл қалып еді. Жарайды, сол ғана ма? Или до конца айтып кетесің ба? Просто соны айтқым келіп отыр да саған. Болды. Әлі андай кішкентай бала сияқтысың да. Иә, болды. Енді просто басталды десе, короче, жерегіз. Енді былай, Бжай, иә? Андай, просто сенің бала кезінде ойындарың әлі андай не істемеген сияқты, қанбаған сияқты да. Андай процентпен сөйлейсіңдер, біреуің 20%, біреуің 21% дейсіңдер. Ол просто андай неқа келгесін, андай серьезно келіп, если әңгімен ұзын сөз қысқасына келгенде ғой, әңгімелерің андай немес, серьезно емес мықты. Хорошо. Енді мен айта берейін ба? Таужан, сол жаңа екінші деген әңгімеңізді жарнама? Қазір жарнамадан кейін. Маяк кеп тұрды, андай жай басталады ғой бүйтіп. Жақсы, жарнама бізде.